Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар. Бүгін 5 қыркүйек 2023 жыл Түркістан облысында Түркістан облыстық сотының алдына келіп тұрмыз. Бүгін Келес аудан тұрғыны мемлекеттік балабақшадан заңсыз қудаланып шығарылған Сманова Эльмира есімді тәрбиешінің сот отырысы болды. Азаматтық іс бойынша. Яғни бұл сот отырысы апелляциялық сот отырысы тамыз нешесіне басталған еді? 8 тамыз 2023 жылы біз осылай келіп, тыңдаушылар 10-нан аса тыңдаушылар бар. Барлығы қолдау көрсетіп жиналып келген кезде күтпеген жерден сол күні судья бізге бүгін тыңдалым болады, сот отырысы келесіге тағайындалады деп бір айға созып, міне бүгінге қалдырған болатын. Алайда бүгін, яғни 5 қыркүйек 2023 жылы сағат 12:00-де сот отырысы болуы керек еді. Біз осы жерде барлығы жиналып келген қолдаушылар, Сманова Эльмираны қолдап келген оқырмандары бар, тыңдаушылары бар, оқырмандары бар деген сияқты. Солардың бәрі жиналып келгеннің өзінде де сот отырысын мына 40 минутқа кешіктірді ме? Қанша минутқа кешіктірді? 40 минутқа, шамамен 35-40 минутқа кешіктіріп бастап отыр. Және де уақыттың жетіспеулігіне байланысты түскі үзіліске шығарып, сот отырысын қазір бізде кешкі сағат 5:30-ға қалдырып отыр. Ол дегеніміз, ұзақ жол жүріп келген қаншама адамды сандалту, немесе әдейі қасақана созбалыққа салу. Ол дегеніміз, егер кешкі сағат 5:30-ға біз қалатын мүмкіндігіміз болмаса, сот отырысы кейін тағы бір басқа күнге созылады, одан тағы басқа күнге созылады. Яғни созбалыққа салу деп түсініп отырмыз. Бұл жерде күдік неден туындап отыр? Сағат 12 болардан алдын біз мынау зал ожидания дейді, күтетін зал бөлмесінде отырған кезімізде хатшы келіп арнайы сұрап кеткен болатын. Бұл келген кісілер қай тараптан келді, Сманова Эльмираның тарапынан келген айтып біз таныстырып түсіндірген болатынбыз. Алдын ала соның бәрін біле отырып, және соған қосымша сот отырысын кешіктіріп отырып, үзілістің түскі асқа байланысты болатынын айтып отырып, кешке тағы да созып отыр. Сманова Эльмира, сіз өзіңіз не айтасыз? Мен осы сатты өте көп күттім. Бірінші сатыдағы сот, Келес аудандық сотында Ботабеков Мадияр істі қарады, және де ол шешімді менің қарсы тарап жауапкерлер жағына шығарып берді. Яғни заңсыз шешім шығарды. Менің қатысуымсыз ешқандай жарыссөзге қатысқан жоқпын. Соттың соңғы отырыстарына шешім оқылған кезде мен сот процесінде болған жоқпын. Сонымен мен апелляциялық сотқа Түркістан облысына шағымданған болатынмын. Сонымен бір айдан кейін, арызданғаннан кейін Түркістан облысына, яғни осы жердегі сотқа 8 тамыз күні сот отырысына бірқатар мені қолдаушы азаматшалармен бірге келіп сотқа қатыстық. Сол кездегі соттың өзінде тыңдалым ретінде болды деп бізді қайтарып бір ай кейін, яғни бүгін қыркүйектің 5 жұлдызына шақырып отыр сағат 12-ге. Заң бойынша сағат 12-де басталу керек еді. Ол түскі үзіліске бір 10 минут, 15 минут қалған кезде сот отырысы басталды. Кешіріңіз, мен сізді бөліп өтейін. Сіз жаңа айтып өткендей, Келес аудандық сотының судьясы судья Ботабеков. Бірінші саты соты қалай өтті? Сол туралы кішкене қысқа нұсқа айтып өтсеңіз. Бірінші сатыдағы сот. Несімен келіспейсіз? Бірінші сатыдағы сотта судья Ботабеков ешқандай жаңағы менің талап арызымды зерттеп, қарап, көріп, актілермен танысып, яғни ол бұйрықтардың заңсыз немесе заңды екеніне ешқандай назар аударған жоқ. Зерделеген жоқ. Сіздің айтуыңыз яғни бойынша. қарсы тараптың заңгері Ләйлә Дарханбаеваның ауызша айтқан сөзіне, ауадан алған негіздемелеріне, жаңағы дәлелсіз жапқан жалаларына сүйене отырып шешім шығарды. Әділетсіз шешім шығарды деп отырсыз ғой. Демек, сіздің айтуыңызша судья Ботабеков сот процесінің тәртібін дұрыс жүргізбей, мән-жайларды толық зерттемей, сіздің сұратылған өтініш хаттарыңызға қанағаттандырусыз қалдырылсын деп жауабын бере отырып, алайда кері тараптан қарсылық танытып отқан Ләйлә Дарханбаеваның ауызша
дәлелсіз айтылып отқан уәждер негізге ала отырып шешім шығарды. Шешім, шатаспасам, 16 маусым 2023 жылы шықты, иә? Енді қазіргі таңда сіз апелляциялық шағымды осы 16 маусым 2023 жылғы шыққан шешімнің күші жойылсын деп беріп отырсыз ба? әрине. Өкінішке орай, бірақ апелляциялық шағым соттың өзі қазіргі таңда созбалыққа салынып отыр. Бұл дегеніміз үлкен күдік тудыртып отыр. Заңсыз жұмыстан қудаланып, қазіргі таңда жалғыз басты ана, қанша балаңыз бар? 4 баласы бар. Көп балалы ана 8 айдан астам жұмыссыз отыр қазір. Қазіргі таңда жұмыссыз отыр. Алдымызда оқу жылы басталып отыр, балаларды киіндіру керек, қамтамасыз ету керек, одан кейін қыс мезгілі келе жатыр, дайындық жасау керек деген сияқты. Бұл Қазақстан Республикасының мемлекеті, әлеуметтік мемлекет бола тұра, қазіргі таңда көп балалы жалғыз басты ананы жұмыссыз қалғанын, барлығын, іс мән-жайдың бәрін көріп тұрып, және сотты созбалыққа салғаны үлкен күдік тудыртып тұр деген менде өзімде күдік бар, немесе сатылып кетті деген күмән болып тұр. Алдын ала ашық айтылғанда сондай болып тұр ғой, сондай күдік туындатып тұр. Неге бұлар созбалыққа салып жатыр? Енді менің бір айтарым бар, қазір бір 10 минуттық сотқа кіріп шықтық қой, сот процесіне. Сол жердегі менің ісімді қарап отқан 3 алқаның түр әлпетіне қаратсам, олар ешқандай сотты кешігіп бастап атқанына бір бізден мән-жайды түсіндірген жоқ. Кешірім сұраған жоқ. Тыңдаушыларға да бір немен қарады, құрметсіздікпен қарады деп өзім солай көрдім. Және де бір алқаның Алшынбаев немесе Арапов, қазір қателесіп тұрмын, екеуінің біреуі эмоциясын мүлдем өзгертіп, ана жерде бір күдік тудырып отыр. Тіке шығып кетті ол. Тік сөйлеп шығып кетті. Жарияланды. Тоқтатыңдар, біздің де жұмысымыз бар, біздің де соттың тәртібі бар деген сияқты. Алайда сол тәртіпті өздері бұзып отыр. Уақытты кешіктіріп бізді қабылдап отыр. Әрине. Не дейміз енді? Құрметті жоғарғы сот төрағасына айтатынымыз, сіздерге өтініш, сотқа ешкім еріккеннен келмейді, немесе уақыт өткізу үшін келмейді. Өзінің басына іс түскен екен, осындай өзі қиындыққа тап болғандықтан жалғыз басты ана жұмыссыз қалып отқан. Осы бір проблемасы шешілсе екен, әділ шешіммен аяқталса екен деген үмітпен келген адамдардың үмітін ақтамай қазіргі таңда күдік ұялатып отыр. Осы мән-жайға байланысты толықтай қатаң түрде назарыңызға алып, талап етсеңіз, әр процесс өз уақытысында өтіп, біз сияқты тыңдаушылар, қатысушыларға құрметпен қарауын сұраймыз. Және де менің айтарым, менің сенім білдірген Алматы қаласына онлайн қатысып отқан Маржан Аспандиярова ханымға да өте құрметсіздік танытып отыр судьялар. Себебі ол өтініш хат оқып жатса, оны қайта-қайта бөліп жатыр, оны тоқтатуын сұрап жатыр. Және де жанында отырған жаңағы судьялардың біріне, жаңағы судья үзіліс жариялауын болды, тоқтат деген сияқты өзінің тек қана өзін ойлап отырған кейіп танытып отыр. Мен бұл немен келіспейтінімді айтқым келеді. Жадыра ханым, анау бір сот не демей, перерыв демей, өзіліс демей тұрып шығып кетті. Оны тұрып шығып кетуіне қандай ақысы бар ол? Мысалы үшін, аузын ашқан жоқ. Аналар екеуі отыр, ана тұрды да кетіп қалды. Енді қазіргі таңда өзіміз айтып отқандай, сот әдебіне сай әрекет болған жоқ. Алматыдан онлайн режимінде қатысып отқан Маржан Аспандияровнаның өзінің айтып отырған, дыбыстап отырған өтініш хатын бірнеше рет бөліп құрмет танытқан жоқ. Ең бірінші кезекте олар кешіктіріп бастаған себебін түсіндіріп айтқан жоқ, екінші кешірім сұраған жоқ. Жаңағы өкілімізді бөліп отыр, тоқтатып отыр. Яғни ол жерде дыбысталып айтылып жатқан әрбір сөз біз үшін маңызды болғанымен, ол жерде алқаларға, жаңағы судьяларға ешқандай маңыздылығы көрініп тұрған жоқ. Біздің бар сұрайтынымыз, сот әділ өтсін, заң бәріне бірдей болсын. Себебі Қазақстан Республикасының Конституциясының 1-ші бабында айтқандай, заң бәріне бірдей ортақ, теңдей болу керек. Міне көріп отырсыздар, біздің жаңа Қазақстандағы жаңа конституция, жаңа соттары, біздің жаңа соттарымыз осылай адамды менсінбей, нағымай, өзімен өзі тік болып шығып кете береді. Бізді ешқандай оннан асық адам отырыппыз, біреуімізді де сыйлаған жоқ, адам деп ойлаған да жоқ. Міне біздің жаңа Қазақстан
Тоқаевтың ойлап тапқан жаңа Қазақстаны.